оқушылар мен ата-аналар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл жерде сіздер грантқа түсу, мамандық таңдау және грантқа түсу жолдарына көмектесетін әртүрлі жеңілдіктер туралы толық ақпарат алатын боласыз. Менің есімім Жаннұр Сәкенқызы. Мен 5 жылдан бері осы профориентация саласында жұмыс жасап келе жатырған профориентолог, грант аналитикпін. Осы сабақта біздің өтетін тақырыбымыз бұл квоталар, соның ішінде толық емес отбасы және мүгедектік квоталар туралы айтамыз. Алдыңғы сабақта біз сіздермен бірге ауылдық квота және көп балалы квоталары туралы айтып, толық ақпарат берген болатынмын. Егер бұл квоталар сізге қызық болса, өткен каналыма кіріп, өткен эфирлерді қарай аласыз. Ал бүгін біз толық емес отбасы және мүгедектігі бар адамдарға берілетін жеңілдіктер туралы айтамыз. Бұл жеңілдіктер, яғни бұл квоталар сіздерге оқушыларға, яғни грант алуға көмектеседі. Грант алуыңыздың бір жолы болуы да мүмкін. Сондықтан да эфирді соңына дейін толық тыңдаңыздар. Эфирде қандай сіздерге құжаттар керек болады, бұл квоталар қанша пайыз жеңілдік береді деген сияқты ақпараттарды да сіздермен айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Енді бүгінгі біздің айтатын бірінші квотамыз ол толық емес отбасы квотасы. Бұл кімдерге беріледі? Кемінде 3 жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін 2%-ді құрайды. Яғни болған кімдер жатады? Егер де ата-анасы ажырасқан болса, егер де оқушының ата-анасы ажырасқан болса, міндетті түрде 3 жыл болуы керек. Яғни ажырасқаны туралы құжат болады, свидетельство о расторжении брака деген, бұл құжатқа 3 жыл толуы керек. Одан кейін ата-ананың біреуі қайтыс болған жағдайда, бұл уақытта мерзім есепке алынбайды, яғни неше жыл болғаны маңызды емес. Одан кейін тағы бір нәрсе, осы жерде ескеру керек нәрсе, бұл ата-анасы ажырасқан болса, бала кімнің қолында тұрып жатыр? Анасының қолында тұрып жатыр, немесе әкесінің қолында тұрып жатыр. Бұл жағдайда да баланың опекуны, яғни ата-анасы ажырасқан болса да, олар некеде қайтадан тұрмауы керек. Егер де бала анасымен қалып, бірақ анасы екінші рет неке құратын болса, онда бұл квота сізге тиесілі болмайды. Міндетті түрде жалғыз болу керек. Оқуға тапсыратын уақытта бұндай оқушылардан қандай құжатты талап етеді? Бұл ата-анасының ажырасқандығын растайтын құжат, яғни свидетельство о расторжении брака. Одан кейін егер анасымен немесе әкесімен тұратын болса, ол кісілерден некеде жоқ, некеде тұрмайды деген нотариуспен расталған құжатты сұрайды, справка сұрайды. Ол нотариус өздері біледі, сіздерге өздері береді. Ал егер қайтыс болған жағдайда, қайтыс болғандығын растайтын құжат керек, свидетельство о смерти. Одан кейін қайтыс болған жағдайда да, егер әкесі қайтыс болып анасымен тұрса, онда анасы некеде тұрмайды деген құжат тапсыру керек. Анасы қайтыс болып оқушы әкесімен тұратын болса, әкесі некеде жоқ деген құжатты тапсыру керек болады. Екі жағдайда да оқушы бұл квоталарды алу үшін оқушы 18 жасқа толмауы керек. 18 жасқа толып кеткен болса, уже ол өзі жеке тұлға болып саналады, сондықтан 18 жасқа толмау керек талапкер. Бұл квота осылай есептеледі, 2% болып саналады. Квота бұл мүгедектігі бар адамдар. Мүгедектігі бар адамдарға берілетін квота 2%-ді құрайды және бұл 2-ге бөлінеді. Бірінші, егер мүгедектік сол мектеп бітіріп оқуға тапсырайын деп жатырған талапкердің өзінде болса, яғни бұл квота беріледі ол адамға, немесе ол оқушының бауырында болса. Яғни осы жерде көп ата-аналар мен оқушылардың сұрайтын сұрағы, мүгедектік оқушының ата-анасында болса саналады ма деп сұрайды. Ата-анасындағы мүгедектік сізге грант конкурсына қатысуда ешқандай жеңілдік бермейді. Яғни ата-анасының мүгедектігі есептелмейді. Тек қана талапкердің өзінде болу керек мүгедектік, немесе талапкердің бауырында, яғни әпкесінде, ағасында, сіңлісінде, інісінде, қарындасында мүгедектік болса, осындай адамдарға арнайы жеңілдік бар. Бұл квота, енді қараңыздар, тағы да бір нюанстар бар. Квотаға кімдер жатады? Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар. Және бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар жас шектеуіне қарамай қатыса алады. Яғни олар 18-ге шығып кетсе де, бұл квота алуға мүмкіндігі бар. Мысалы, өткен жылы менде бір оқушым болды, оның ағасы 18 жасқа шығып кеткен, бірақ бірінші топ мүгедектік.
яғни ол бала осы ағасының мүгедектігін пайдаланып грант жеңіп алды. Дәл осылай оқушының өзінде бірінші немесе екінші топ мүгедектік болса, жасқа қарамайды, және бір не бар, белгі бар, яғни бала кезінен мүгедектік деген бар. Оның ішінде топ бекітілмейтін 16 жасқа дейінгі толмаған балалар деген бар. Яғни әлі топ бекітілмеген оларға инвалидность с детства деген справка беріледі. Яғни осындай оқушыларда қатыса алады. Бұл квота, жаңа айтып өткенімдей, 2%-ды құрайды. Квотаға қатысу үшін грант конкурсына қандай құжаттар керек? Ең бірінші, көк справка, былай жалпақ тілмен айтқанда, көк оларда справка болады, медициналық, сол справканы тапсырамыз. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық департаменті берген мүгедектік туралы анықтаманың көшірмесі, яғни медициналық әлеуметтік сараптаманың көшірмесін тапсырасыздар. ЕГОВтағы мүгедектік деген жарамайды, кәдімгі көк справка керек. Екінші, егер де мүгедектік сізді оқушының бауырында болып, сол бауырының квотасын пайдаланатын болса, онда бауыры екеуінің бір ата-анадан туылғандығын растайтын құжаттар керек болады. Ол не? Ол оқушылардың туу туралы куәлігі керек. Яғни, мысалы, талапкер удостоверение бар да, жеке куәлік емес, кәдімгі туу туралы куәлігі керек. Туу туралы куәлігі арқылы ол балалардың ата-анасының бір адам екендігін біз дәлелдейміз, яғни туған бауыры екенін. Дәл осылай өткен сабақта мен өткен подкастта айтқан болатынмын, көп балалы оқушыларға да осындай құжат керек болады. Яғни барлық баланың туу туралы куәлігін тапсыру керек. Бұл арқылы сіздің бауырыңыз бен ата-анаңыз бір екенін, туған бауырлар екеніңізді дәлелдейсіз, және ата-ананың неке туралы құжаты керек болады, және ата-анасының, яғни жеке куәлігінің көшірмесі керек болады. Осы құжаттар арқылы сіз өзіңізде, оқушы яғни өзінде немесе бауырында мүгедектік бар екенін дәлелдеп, осындай квота арқылы грант конкурсына қатыса алады. Квота бізде бұл жетім балалар деп аталады, яғни ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелет жасқа толғанға дейін, яғни 18 жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған, немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота 1%-ды құрайды. Бұл жерде оқушы 18 жасқа толмау керек, жаңа айтқандай. Одан кейін екі немесе жалғыз ата-анасының қайтыс болған жетімдер, яғни қайтыс болса, немесе қамқорлығынсыз қалған балалар, немесе жаңағы осы ата-анасы әртүрлі жағдаймен ата-ана құқығынан айырылған болуы мүмкін, яғни қазіргі таңда түрмеде болуы мүмкін, яғни ата-анасының екеуі де жоқ. Осындай балалар, бұл жетім балалар квотасына кіреді, және осы квота арқылы грант конкурсына қатыса алады. Бұл балаларға қандай құжаттар керек, грант конкурсына қатысу үшін? Бірінші, екі немесе жалғыз ата-анасының қайтыс болуы, егер де қайтыс болса, қайтыс болғандығын растайтын анықтама, яғни свидетельство о смерти көшірмесі керек болады. Және егер де қайтыс болса, қайтыс болғандығын растайтын, ата-ана құқығынан айырылған болса, айырылғандығын растайтын, шектеу туралы хабар, ошарсыз кетті деп тану, оларды қайтыс болды деп жариялау, әрекетке қабілетсіз деп тану туралы сот шешімі, яғни сондай сізде құжат болса, соны көшірмесін тапсырасыз. Баланы патронаттық тәрбиелеуге беру туралы шарттың көшірмесі, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемеде болу фактісін растайтын анықтама, яғни жетімдер үйінде болатын болса, қазір балалар үйі деп айтамыз, сондай жаңағы мекемеде болу фактісін растайтын анықтаманы алып сіздер тапсыруыңыз керек болады. Яғни осы құжаттарды тапсырғанда сіздер жетім балалар квотасына кіріп, грант конкурсына қатыса аласыздар. Және бізде соңғы квота, онда осы видеода айта кетейік, соңғы квота бізде бұл қандас деп аталады. Қандас квотасы бізде бұл 4%-ды құрайды. Енді қандас деген кімдер? Оған кім қатысады? Бұлар Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, яғни Қазақстан Республикасының азаматтығын әлі алмаған, бірақ ұлты қазақ болып саналатын адамдар осы қандас квотасына кіреді. Яғни оларда, былай жалпақ тілмен айтқанда, паспорт
жеке куәлігі ол басқа мемлекеттікі, бірақ ішінде национальность деген жерде, яғни ұлты деген жерде қазақ деп жазылса, бұл оқушылар бізде қандас квотасына жатады, яғни қандастарға жатады. Қандастарға квота 4%-ді құрайды. Жалпы бөлінген гранттың 4%-ы қандастарға беріледі, иә. Және бұл квота бойынша грант конкурсына қатысу үшін қандастар ұлты қазақ деп көрсетілген шетел төл құжатын ұсынады. Атап өтсек, қандастар үшін грант конкурсына қатысу және тағы да бір нәрсе, қандастар үшін ешқандай шектік балл жоқ. Яғни мысалы медицина мамандығына 70 балл болса, шектік балл қандас біздің бауырларымыз бұл медицина мамандықтарына 60-пен де 65 баллмен де грант конкурсына қатыса бере алады. Яғни бұларға шектік балл, яғни қандастарға ұбт-ның шектік баллы бекітілмеген. Тек қана бір ғана құжат тапсырады, жаңа айтып өткендей. Айтып өткендей, ұлты қазақ деп көрсетілген шетел төл құжатын тапсырса, бұл қандастар квотасына кіреді. Осымен біздің квоталар тақырыбымыз тәмам. Квоталар тақырыбында мен 2 подкаст түсірдім. Өткен апта біз ауылдық квота және көп балалы квоталар туралы толық ақпарат берсем, ал осы жолы толық емес отбасы, мүгедектік квотасы, жетімдер және қандас квотасы туралы сіздерге толығырақ айттым. Бұл каналда грантқа түсудің жолдары, квоталар, жеңілдіктер туралы, мамандық таңдау туралы видеолар жарияланады. Подкаст канал осы профориентация тақырыбына арналған. Сондықтан менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, комментарий жазыңыздар. Мен әрбір комментарийді оқимын. Мен каналды ашып, енді видеолар түсіріп бастап жатырғаннан кейін өте қатты менде қобалжу бар. Сондықтан сіздердің әрбір қолдауыңыз, әрбір пікіріңіз, әрбір сұрағыңыз мен үшін өте маңызды. Сұрақтар қойылған жағдайда міндетті түрде ол сұрақтарға жауап беріп, сіздерге видео салатын боламын. Сондықтан мені қолдап кетіңіздер. Менің YouTube каналыма, Instagramыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі апта тағы да бір пайдалы видеомен сіздермен жүздесеміз.